Қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым. Біз бүгін сіздермен қойдың етінен жасалған штруль деген тағамды пісіретін боламыз. Ол үшін қазір мына қойдың етін жақсылап турап қуырамыз. Оның үстінен бір бас жуамызды турап қуырамыз, және мына екі помидорымыздың қабығын ашып тастап жақсылап қуырып, тұзын бәрін салып, кішкене су құйып бұқтырамыз. Және суымыз қайнағаннан кейін 10-15 минут, мына 20 минут, 15 минут бұқтырамыз етімізді. Оның үстіне мынадай туралған картобымызды, қалауларыңыз бойынша жаңағы туралған мынадай сәбізімізді, өздеріңіз білесіздер қандай мөлшерде болса да, содан кейін қызыл бұрышымызды, чесногымызды судың үстінен салып пісіретін боламыз. Енді мынандай чесноктың дәмін, қойдың еті болғандықтан чесноктың де түрі қосылған дұрыс. Сосын даяр болған кезінде мынадай көктаттарымызды қосып жіберсек болады. Қазір енді іс барысында бәрін көрсетейін. Біздің қойдың етінен жасалатын штрулімізға етімізді жақсылап қуырып алдық, қойдың етін. Оның үстінен 2 кішкене пиязымызды қуырып алып салдық. Оның үстінен помидорды біз жақсылап қуырып салдық. Сіздер оның орнына, помидордың орнына томат қоссаңыздар да. Енді міне жақсылап қуырғаннан кейін үстінен суымызды құямыз. Етіміз батып тұру керек суға. Міне осылай суымызды құйып аламыз да. Енді осыны баяу отта кішкене бір 15-20 минуттай бұқтырамыз. Осының үстінен кішкене лавр жапырақтарын саламыз, жуылған. Сәл бұрышымызды саламыз. Қалауларымызша. Және тұзымызды салып аламыз. Бәрін жақсылап араластырып, қазір жақсылап қайнатып, содан кейін 10-15 минут бұқтырамыз. Штруліміздің қамырына, осы уақыт аралығында біз қамырын елеп қойдық. Бір жұмыртқа тұзды сумен, өздеріңіз қалауларыңызша қаншалықты қамыр керек, соншалықты өздеріңіз көз мөлшерімен елейсіздер. Мен сіздерге оны түсіріп отырған жоқпын, өйткені бәріміз білеміз, қамырды қалай елеу керек екендігін. Қатты жұмсақ емес, қатты емес қып, осылай қамырын елеп аласыздар штрульдің. Қамырымыз осындай, екінші рет, үшінші рет тағы да қосымша июі қанғанша елеп қоясыздар. Өйткені қамырымыз сондай керемет болады. Бір жұмыртқа, тұз, сумен ғана. Осылай қамырымызды елеп, енді тағы да кішкене 5 минутқа қойып қоямыз. Мінекей, өздеріңіз көріп тұрғандай, біздің жаңағы етіміз бұқтырылды. 15 минут, 20 минуттай уақыт өтті. Енді осының үстінен сәбізімізді саламыз. Сәбізімізді саламыз. Оның үстінен картобымызды саламыз. Және қызыл бұрышымызды чеснокпен бірге оны да салып жібереміз. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Қойдың еті болғандықтан лавр жапырағын, тұзыңызды, бұрышыңызды, чесногыңызды осылай салып жіберсеңіздер болады. Мінекей картошкамыз біздің осындай суда батып тұру керек кішкене. Міне осы судың үстінен, қазір осыны қайнағаннан кейін, қайнай салған уақытта қамырымызды бетіне түсетін боламыз. Енді қамырымызды жаюға көшеміз. Қамырымыз тынып, жақсы болып тұр, мінекей, дайын болып тұр. Енді осы қамырымызды қазір жая бастаймыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, осылай қамырымызды жая бастаймыз. Кәдімгідей домалақтап жақсылап жайып қамырымызды.
үстінен жаңа майымызды жағып, штрудымыздың негізгі осы қамырын жаямыз. Қамырды осылай жұқартып аламыз бірінші оқтаумен баспас бұрын. Егерде қамырларыңыздың көлемі үлкенірек болса, көп кісілерге жасап жатсаңыздар, әрине көлемі үлкенірек қамырды осылай бірінші жұқартып аламыз. Осындай әдістермен. Сонда тезірек созылады. Қамырларыңыз өте қатты, өте жұмсақ болмау керек, орташа болу керек. Қолға жабыспайтын болу керек. Қатты болып, жаңағыдай тезірек жайылмайтын тағы да болмау керек. Енді осыншалықты көлемде үлкейтіп алғаннан кейін оқтаумен енді жақсылап жая бастаймыз. Осындай көлемде біз қамырымызды жаямыз. Міне осылай менің қамырымның көлемі үлкен. Өстіп жайып аламыз. Қамырымызды жайып болдық. Менің қамырым көлемі өте үлкен. Қалыңдығын міне өздеріңіз қарағанда қатты қалың емес, қатты жұқа емес. Міне астынан дастарханым көрініп тұр. Осындай қылып жақсылап жайып аламыз. Енді осының үстінен сұйық майымызды жағамыз. Үлкен қамыр болғандықтан мен оны жаңағыдай щеткамен жағып отыруды қаламадым. Бірден осылай қолымызбен жылдам әдемілеп тез барлық жеріне тегіс жағып жібереміз. Өйткені осы қамырымызды осылай майлағанда өте дәмді болады қамырымыз. Мінекей осылай бір қабат
қайырып аламыз. Екіншісін тағы да міне үстінен екінші қабатын қайырамыз. 2-2-ден ғана. Қамырларыңыз өте жұқа болса 3-ге орауға болады. Қамырларыңыз қатты жұқа болмаса 2-ге осылай орауға болады. Қатты қалың болып кетпеу керек. Менде бір келкі жайылды қамырым. Сондықтан да мен барлығын 2 рет орап шығамын. Енді қамырымызды осындай көлемде жаңа кесіп аламыз. Өздеріңіздің қалауларыңызша. Міне 2 орадық. Жақыннан көрсетейін. Міне 2 оралған, май жағылған. Оның үстінен жаңағы 2 ораған майымызды осындай көлемде, міне 3 саусақтай болып тұр ғой, осылай кесіп аласыздар. Одан кішірек қылсаңыздар да болады. Дайындап осылай кесіп алғаннан кейін тақтайға түсіп, газ қайнап тұрған суымыздың үстінен пісіреміз. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай суымыз қайнап жатыр. Енді осының үстінен жаңа қамырымызды тіземіз. Суымыздың көлемі осылай картошкамыз батып тұру керек. Қамырымызды да салған кезде осылай қамырымыз батып тұру керек. Міне осындай әдіспен қамырларыңыз біткенше үстінен осылай тізіп шығасыздар. Су қайнап жатқан жерден сіздер міне қай жерден су көріп тұрсыздар, сол жерлерге тізсеңіздер, қамырларыңыз бірден жаңағы піседі, піспей қалмайды. Су шыққан жағына қамырды тізе бересіздер. Маған бұл тағам өте ұнайды. Кез келген қой етінен, сиыр етінен жасай бересіздер. Тауық етімен де жасауға болады. Ол сіздердің өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Өте сүйкімді тағам, бәріне ұнайды. Осы қамырдың ішінен жусай салып жіберсеңіздер де жақсы болады. Сіздер білесіздер, маған жусай ұнайтынын. Жусайды жақсылап турап, дәл осылай май жаққаннан кейін қамырдың үстінен сол жусайды салып жібересіздер. Содан кейін барып орайсыздар. Сонда ол да ерекше дәмді болып шығады. Міне менің қамырым, міне жаңа үлкен жайған қамырым осымен болды. Мына жерге қоя салайын. Сонымен бітті. Енді қазанымыздың қақпағын жауып, қатты от емес, орташа отта, отымызды көтеріп, орташа отта осылай қайнатамыз. Және 20-25 минуттың ішінде біздің штруйліміз дайын болады. Сонымен біздің штруйліміз дайын болды. 20 минут өтті. Енді осыны жақсылап, қазір табамызға түсіріп, содан кейін сіздерге көрсетемін. Бірінші қамырды табақтың үстінен тізіп аламыз. Одан кейін үстінен картошка, оның үстінен жаңағы қуырған етіміз түседі. Міне біздің штруйліміз дайын болды. Сондай дәмді, сондай әдемі. Еті де бұлқылдап піскен, сондай керемет тағам. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Тағы да айтып өтем. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ұнаса лайк басып, кез келген жаңағы сиыр еті, тауық еті, қой еті, кез келген еттен өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасай бересіздер. Өте дәмді тағам. Жасап көріңіздер. Тыңдағандарыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға астарыңыз дәмді болсын. Жасап көріңіздер. Өте дәмді тағам. Рахмет.